6 сентября на базе историко-культурного центра первого президента городской отдел культуры провел мероприятие, посвященное 150-летию Ахмета Байтурсынова. Қазақстан Республикасының Тілдер күні және ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтурсыновның туғанына 100 жыл толды. Собравшимся в зале учащимся школ города, студентам колледжей, представителям Совета ветеранов Темиртау и хора ветеранов «Казахстанская магнитка» был показан документальный фильм о жизни и творчестве поэта, ученого, тюрколога, переводчика, педагога, публициста, общественного деятеля, основоположника казахской журналистики. Шаштым, ектім, көңілін көтеруге құл халықтың деген өлең жолдарынан Алаш арысының өмірлік миссиясын аңғаруға болады. Ахмет Байтурсынұлы еліміздің тәуелсіздігі үшін отаршылдыққа қарсы күрескен көрнекті қайраткер, ақын, қазақтың тұңғыш әдебиет теоретигі, лингвист, фольклоршы, түркітанушы, аудармашы, публицист, ағартушы ғалым. Суғатып шариғатқа шарт жүгініп, молдекен отырғанда мойнынан тұрған. Күнсі сондықтан заман жүріп біз жабан, артында іле салмай жүріп заман. Күн сайын өзгеріліп өнер артып, бәрі де барар арадан. Заманның түлкі боп, тазы боп шал, деген сөз аятын бірден. Алақтап, артта қарағаштай жүргенде озып ұзап кетті. В фойе была развернута книжная выставка, посвященная знаменательной дате. Гостям центра был также представлен небольшой концерт.